Қайырлы кеш. Қайырлы кеш, ханымдар. Тақырып жазып жатырмын. Сәлематсыздар ма? Қайырлы түн, кешірерсіздер. Түн болып жатыр қазір. Мені қалай естіп көріп тұрсыздар? Жазып, жүрекшені басып жіберсеңіздер. Қайырлы түн. Тақырыпты жазып жатырмын. Қайырлы түн, керемет, онда жақсы естіліп тұр деген сөз, жүрекшені басып жатсыздар. Міне, тақырыпты қосып қойдым. Жақсы естіліп тұрсыздар ма? Арнайы микрофон алдым, міне. Жақсы естілсінші әрдайым дауысым деп. Бастысы анық естілсін сіздерге деп айтып жатқан ақпаратым. Сұлусыз, керемет, естіліп тұр дейді. Рахмет, үлкен Айка ханым. 1-2 минут күте тұрайық, басқалар да қосылып үлгерсін. Содан кейін әңгімемізді бастаймыз. Қайырлы түн. Кім қайда, не істеп жатсыздар? Бүгін жұманың кешінде. Анық дейді, өте керемет, жақсы, қуаныштымын анық болғанына. Рахмет, Алла көз ханым. Қайырлы түн. Неге кеш дей бердім? Маған әзірше әлі кеш сияқты. Ертең демалыс болғандықтан балалар сабаққа бармайды. Еркін ұйықтап тұрамыз. Қайырлы кеш, сәлематсыз ба? Күшті. Сіздерге берер кеңесім, қалам мен дәптер ала отырсаңыздар өте күшті болар еді. Айтқан дүниелерімді қайта көрмеу үшін жазып аласыздар бірден. Сәтбаевтан, Сәтбаев, сәлем. Керемет қала. Жұма қабыл болсын, сізге де дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Қайырлы күн, гүл 80 дейді, танымадым. Рахмет. Қарағанды, сәлем. Сағынып қалдым Қарағандыны. Бүгін керемет күн. Астанада баламды босанып, рахаттанып жатырмын дейді. Ой, қандай керемет. Бауыры берік болсын. Баланы босанып жатып эфирде отырсыз ба? Қандай күшті. Барлығы жеңіл өтіп, бәрі керемет деген сөз ғой. Қуаныштымын сіз үшін. Қайырлы түн. Уақыт жеткілікті деп ойлаймын. Біраз ханым қосылды. Нақты көрім деген ханымдар эфирді қайта көре алады. Сол кезде түсінікті болады деп ойлаймын. Уақытты созбайық, нақты бүгінгі айтатын тақырыпқа көшейін. Бүгінгі тақырыбымыз сезімдеріміз бен эмоцияларымызды анықтау. Сезімдеріміз бен эмоцияны қалай анықтаймыз, не істейміз? Және оны анықтау арқылы біз қандай бір қорытындыға келеміз? Ол бізге не үшін қажет? Деген басты сұрақтарға жауап беремін. Қайырлы түн, сұлу ханым дейді, рахмет. Сіздің ассалаумағалейкум ханымдар дегеніңізді өте сағыныппын дейді. Өте күшті, менің тренингіме қатысқан ханымсыз ғой Зульфия ханым, Кешірерсіздер, енді ары қарай комментарияларға аса көңіл бөлмеймін. Мен әңгімені жалғастыра беремін. Толықтай әңгімемді аяқтап болғаннан кейін сұрақтарға 1-5 минут уақыт бөлемін. Сондықтан, егер сұрақтарыңызды жазып қойсаңыздар, қайталау қажет болады. Немесе жоғарғы жаққа қайта көтеріліп. Рахмет жүрекшелеріңізге. Осы жүрекшелер маған өте қатты ұнайды, сондай түрлі түсті көңіл күйді көтеріледі. Бастайық. Сезімдер. Нақты қандай сезімдерді айқындауымыз керек? Бізге керек емес сезімдер мен эмоцияларды айқындауымыз қажет. Өйткені көбіне біз сол сезімдерді әрдайым өзімізбен алып жүреміз де, көбіне сезіп тұрған, не сезіп тұрғанымызды түсінбейміз. Дәл қазір, дәл қазіргі сәтте. Өткен жаққа кетпейік, болашаққа кетпейік, дәл осы сәтте. Қазір мені көріп отырып, не сезініп отырғандарыңызды ойлана отырыңыздар. Әсіресе сезіну жағына келетін болсақ, түп сана
тұрғысында мен сезінуден қорқамын, эмоцияларымнан қорқамын. Маған, ой, рахмет жүрекшілеріңізге, маған өз сезімдерімді байқау, анықтау сондай бір қорқынышқа алып келеді. Өйткені оны айқындау арқылы мен түсінемін ғой, мен білемін ғой не болатынын, сол арқылы басқаларға бір қатерім тиіп қалады ма деген сияқты, немесе өз-өзіме деген бір жек көрініш сезімі пайда бола ма деген сияқты. Көптеген осындай түп санамызда ақпарат жатыр, сенімдерін айтқанда. Ол сенімдерді әрине айқындауға болады, егер нақты жұмыс жасайтын болсаңыз. Бұл осы бағытта. Қазіргі кезде көп тренд болып кетті ғой. Міндетті түрде позитивті ойлаймыз, позитивті сезінеміз, позитивті сөйлейміз деп. Негативті эмоциялар мен негативті сезімдердің барлығын толықтай жабыңдар, жоғалтыңдар, алып тастаңдар, керек емес ол сендерге деген ақпарат қазір өте көп болып жатыр. Әрине оның орны бар, бірақ айқындамай, оларды білмей, көбіне біз сезімдерді, эмоцияларды не істейміз? Қорыққандықтан бағанағы айтқанымдай жауып тастаймыз. Ол жапқаннан кейін не болады? Ішке тығып тастаймыз, былай айтқанда. Не болады? Көбіне ол психосоматикалық ауруларға алып келеді. Ол дегеніміз, егер ашу ызаны білдірмей мына сөз арқылы шығармайтын болса, мына бірден тамақ, құлақ, мұрын кетеді. Өйткені ауырады, былай айтқанда кетеді деппін ғой. Ауырады, сол себептен ол психосоматикаға аударылады. Біз оны біле білмейміз ғой. Көбіне айтар сөзімізді, сезімдерімізді жеткізбей, өз-өзімізде тығып ұстап қаламыз былайынан. Жоқ, мен жібермеймін, мен көрсетпеймін. Өйткені көрсететін қарама-қарсы жағында ол адам ренжіп қалуы мүмкін, немесе ол адамды жоғалтып алуы мүмкін, менен кетіп қалуы мүмкін деген сияқты. Сонымен не істейміз? Ол сөздерді айтайын деп тұрған, көрсетейін деп тұрған эмоцияларымыздың бәрін бірден ішке тыққан кезде, салып қойған кезде мына жерге не істей бастайды? 1-2 күннен кейін міндетті түрде тамақ, мұрын және құлақ кетеді. Олар ауыра бастайды. Жайлап, бірден, бір симптомнан. Егер сол ауыра бастаған кезде, сол сәтте, сол эмоциялар мен сөздерді шығарып тастасаңыз, сөйлеп, айту арқылы, немесе жазу арқылы, әрине оның симптомдары төмендей бастайды. Басқа бір үлкен ауруға айналмайды, былай айтқанда. Енді оның барлығы білесіздер деп ойлаймын. Қазір көп ақпарат барлығы жерде бар. Әсіресе психосоматика бойынша ақпарат өте көп. Луиза Хейдің өзінің бір кітабының өзі үлкен білімге тұрғылық, ішін ашып қалсаңыз, қай жерім қандай не істеген кезде ауырады десеңіз, бірден алфавит бойынша сізге барлығын айқындап береді. Ары қарай кетейін. Сол негативті сезімдерді біз көрсетпей, айтпағандықтан, ішімізге салып қойғандықтан, былай айтқанда, клоун сияқтымыз ғой. Күліп жүреміз. Әдемі түрі болып, басқаларға эмоцияларымызды, ашуымызды, ызамызды ұрыса алмаймыз, айқай алмаймыз. Өйткені позитивті болып жүруге сондай бір өзімізге уәде бердік қой. Сол кезде бір бауырыңыз немесе өте жақын адамыңыз қайтыс болды. Жылаудың орнына не істейсіз? Күлесіз бе? Эмоцияны шығармаймын деп. Басты мәселе сол жағымсыз эмоциялардың ішіндегі бірі ол жылау процесі, Сол жылауды шығармағандықтан көбіне дене тұрғысына өтіп кеткендіктен көптеген аурулар тағы да пайда болады. Оны да айта өтейін. Ол немесе депрессияға ұшырап жатамыз. Сондықтан оны да біле жүріңіздер. Бұл енді былай айтқанда айтар берер техникама қысқаша ақпарат. Түсінікті ме сіздерге өзі бүгін қандай тақырып екенін? Сезімдер, эмоциялардың не екенін білесіздер ме? Қысқаша бір сөйлей кетіңіздерші. Ой, мен мына жақтың бәрі. Сұрақтарыңызды сосын жауап берем дедім. Нақты ойланып көріңіздерші өзі. Қай эмоцияларды, сезімдерді өздеріңізден іштеріңізге салып қойдыңыздар? Көрсеткілеріңіз келмейді, қорқасыздар көрсетуге. Дейді. Түсінікті.
Өте керемет. Ары қарай жалғастыра берейін, түсінікті болса. Бір-екі адамның өзіне түсінікті болған өзі мен үшін үлкен нәтиже. Ал енді нақты техникаға келейік. Әрине, бұл техникаға мен жоғарыда айта кеткендей, міндетті түрде қалам мен дәптер алыңыздар. Бұл сұрақтардан тұратын техника, өздеріңізге қоятын. Жылауда ол сол негативті түрге жатады, біз оны ашуды да, ызаны да салып тастаймыз, көрсеткіміз келмейді, қорқамыз көбіне көрсетуге. Сонымен бұл техника күніне 5-10 рет орындайтын техника. Уақыттың алатыны бір сәтте орындаған кезде 1 минутқа жетпейді, секундтар деп айтайық. Барлығын қосқан кезде сол 5-10 рет қайталаған кезде, ары кетсе сол бір 10 минутты, бір тәуліктің ішінде 10 минутты ғана сіздердің уақыттарыңызды алуы мүмкін. 10 минут. Бірақ шешім өздеріңізде. Керек пе, керек емес пе? Орындайсыздар ма, орындамайсыздар ма? Менің басты мақсатым сіздерге жеткізу. Бірінші сұрақ. Дәл осы сәтте, осы кезде бір орында тұрамыз. Егер тамақ істеп жатқан сәтіңіз болса, сол ас бөлмеде бір сәтке тоқтап қалыңыз. Толықтай барлық іс-әрекетіңізді тоқтатыңыз. Тоқтатқан сәтте өзіңізге сұрақ қойыңыз. Мен не көріп тұрмын? Көз алдыңызға түскен бір дүниені бақылаңыз. Сол сәтте қайнап жатқан қазанды көріп тұрыңыз мүмкін. Немесе жанып тұрған шамды көріп тұрыңыз мүмкін. Немесе енді көп. Қарныңыз қатты ашып тұрса, нанға да қарап тұруыңыз мүмкін. Бәрі мүмкін. Бастысы сол сәтте тоқтап қалу, іс-қимылдың бәрін тоқтату. Және көз жанарыңызды нақты бір затқа аудару. Өзіңізге сұрақ қою. Мен дәл қазір не көріп тұрмын? Көрген затыңызды айқындаңыз, ойша түрде. Содан кейінгі келесі сұрақ, сол қараған, көрген затыңызға қарай, мен қазір не сезініп тұрмын? Деген өзіңізге сұрақ қойыңыз. Керемет, мына жерде міне басталып кетті, техниканы дәл қазір орындап жатыр. Ханымдар, гүлдеріме қарап тұрмын дейді. Сонымен келесі сұрақ, жазып алыңыздар дедім, не сезіп тұрмын? Мысалы, қайнап жатқан қазанды көрдіңіз. Назарыңыз соған аударылды. Сол сәтте бойыңызда, денеңізде, сезімдеріңізде, эмоцияларыңызда не сезіп тұрсыз? Ыстықты сезіп тұрыңыз мүмкін, одан келіп тұрған жылы лепті сезіп тұрыңыз мүмкін, тәтті тағамның дайындалып жатқанын сезіп тұрыңыз мүмкін. Одан бір керемет бір қуаныш сезіміне бөленуіңіз мүмкін. Немесе жасап жатқан тамағыңыз, біреу бұл айтады ғой, бір үйдің бір мүшелерінің бірі, бүгін мен осындай тамақ істегім келіп тұрды, ал шын мәнінде сіз істегіңіз келмеді. Сол ұнатпай тамаққа қарап тұруыңыз мүмкін. Сол кезде нақты тамаққа емес, сол тамақты айтып сізге орындаттырып жатқан адамға бір ашу ызаңыздың пайда болғанын сезінуіңіз мүмкін. Бәрі мүмкін. Ары қарай кеттік, мына жерде не үшін керек деген сұрақтар болып жатыр. Эфирді қайта қарарсыз, мен не үшін керек екенін түсіндірдім. Үшінші сұрақ. Бірінші не көріп тұрмын? Көріп тұрған дүниеңізге байланысты екінші не сезініп тұрмын дәл қазір? Үшінші сұрақ. Мен не қалаймын? Дәл қазір осы сезінген дүниелерімнен әрі қарай мен не қалаймын? Мысалы, жаңағы затты көрдіңіз. Егер қуаныш сезімі болатын болса, мен қазір осы тамақты керемет әдемі ыдысқа салып, үстелге бір қуанышпен, сондай керемет бір әдемі әсермен үйдегі мүшелеріме тамақты ұсынғым келіп тұр деуде мүмкін. Әркімнің сезімі әртүрлі. Мен жай ғана мысал келтіріп жатырмын, Бұл өмірден алынған мысал. Сіздің назарыңыздың неге түсетінін мен білмеймін. Сонымен, 3 маңызды сұрақ.
сезімдеріңіз бен эмоцияларыңызды айқындау үшін. Бірінші, не көріп тұрмын? Тоқтай қала, иә? Екінші, көрген дүниеме қатысты не сезініп тұрмын? Ол сәтте мен тамаққа ғана келтіріп тұрмын сіздерге. Мысалды, басқа бір келесі бір адамды көріп тұруыңыз мүмкін. Сол адамға қатысты сезім мен эмоцияларыңызды айқындауыңыз мүмкін бұл сәтте. Бәрі мүмкін, иә? Әркімнің сол сәттегі тұрған жеріне байланысты. Бұл техниканы үшінші, сол сезімге байланысты мен әрі қарай не қалаймын деген сұрақ қоясыз өзіңізге. Қалауыңызды айқындайсыз. Бұл өз-өзіңізге деген бірінші сұрақ арқылы мен не көріп тұрмын деп. Әрдайым бұл ой алла, кешірерсіздер, қазақшасын ұмытып қалдым. Внимательность. Мүлдем миыма ешқандай сөз келіп тұрған жоқ. Внимательность. Соны жоғарылатасыз. Кешірерсіздер, шын мәнінде ұмытып қалдым. Түспейді ешқандай внимательностьтің қазақшасы. Біліп жатсаңыздар жаза қойыңыздар. Бірінші сұрақ арқылы соны айқындайсыздар. Жоғарылатасыздар, айқындамайсыз. Не көріп тұрмын арқылы? Өзіңіздің әрдайым басқа бір дүниеге мұқияттығыңызды, зейініңізді, зейін аударуды, мұқияттығыңызды жоғарылатасыз. Әрдайым не көріп тұрмын дегенде. Екінші, не сезініп тұрмын деген кезде, міне ең басты дүние, бұл жерде сезімдеріңіз бен эмоцияларыңызды айқындайтын дүние. Әрдайым қай жерде, қандай сәтте. Бұл техниканы таңертең, түсте, кеште, жұмыста, үйде, далада, түннің бір уағында да орындасаңыз да болады, ұйықтап жатып оянып кетіп. Қазір көрген түсімнен мүмкін бірдеңе сезіммен оянған шығарсыз, білмейтін шығарсыз. Мүмкін оянып кетіп жаныңызда жатқан жан-жарыңызға қараған кезде қандай сезімге бөленіп тұрсыз, оны да айқындауға болады. Зейін, рахмет сіздерге. Назар аудару, зейін, мұқияттықты жоғарылатады. Екінші арқылы эмоция мен сезімдеріңізді жоғарылатасыздар, бойларыңызды, түсінуді жоғарылатасыздар. Ал мен не қалаймын арқылы өздеріңіздің әрдайым сұрақ қоясыздар ғой, мен өз-өзіме деген махаббатты қалай жоғарылатамын деген сияқты. Міне, мен не қалаймын деу арқылы өздеріңіздің әрдайым не қалайтыныңыздарыңызды, өз құндылықтарыңызды жоғарылатасыздар. Бір техникадан 3-4 пайда бар. Ары қарай кеттік. Бұл техниканы жоғарыда айта кеттім, күннен 5-10 рет 2 апта бойы орындау қажет. 2 апта. Өте аз, сондағы 14 күн. 14 күннің ішінде қатарынан күнде 5-10-ның шамасында, ары кеткенде 5 рет орындаңыздаршы, бір күндерге бөліп тастап, таңертең, түске жақын, түстен кейін, кешке, түнге деген сияқты. Осылай орындау арқылы 2 аптаның ішінде қандай пайда сіздерге осыдан? Біріншіден, күнделікті бұл техникаға қатысты бір дәптер қажет және қалам. Дәптерге күнделікті сол 5 рет өз-өзіңізді тұрып, мен не көріп тұрмын, не сезіп тұрмын деу арқылы соның жауаптарын жазасыз. Міне таңертең мен жолдасыма қаратып, немесе балаларымды көріп тұрмын, оларға осындай сезім сезініп тұрмын, мен не қалаймын олардың, дәл қазір менің құшақтағанын, сүйгенін қалаймын деген сияқты. Сол арқылы күнделікті өз өміріңізге анализ жасай аласыз, өз эмоцияларыңыз бен сезімдеріңізге. Қаншалықты сіз осы сәтте эмоцияларыңыз бен сезімдеріңізді жоғарыда айтқандай ішке салып жауып қоямыз. Банканың крышкасын жабамыз ғой, дәл сол сияқты шығармай, көрсетпей. Қаншалықты қандай эмоцияларды сіз көрсетпеуге тырысасыз басқаларға. Ішіңізде бар, ол эмоция ішіңізде қайнап тұр, бірақ сыртқа шығарасыз ба оны? Кімге көрсетпеуге тырысасыз? Осы анализдер арқылы өзіңіздің өміріңізге, сезімдеріңізге, эмоцияларыңызға анализ жасауға болады. Бұл үлкен жұмыс әрине, өте ауқымды жұмыс, қиын жұмыс. Өз-өзімізді бір дисциплинаға әкелуге өте қиындау ғой. Әрине менің қазір тегін беріп жатқан дүнием болғандықтан екі есе бір жай қарауларыңыз мүмкін. Бірақ осы жерде отырған қазір 42-дей ханымның ішінде міндетті түрде 3-4 ханым орындайды.
орындау арқылы үлкен бір нәтижеге, жетістікке жетеді. Оған мен сенемін. Бастысы ниетте, бастысы ерік жігерде. Ары қарай кеттік. Бұл техника арқылы неге пайда, қандай пайда деген сұрақ болды. Айттым. Анализ жасау, түсіну, бақылау, өзіңіздің зейініңізбен мұқияттығыңызды жоғарлату, сезімдеріңізді жоғарлаттыру, шығару сыртқа. Және анализ жасау арқылы неден бас тарттыңыз, қандай сезімнен, эмоциядан бас тартқаныңызды түсінесіз. Ең бастысы осы 2 аптаның ішінде. 2 апталық өміріңіз ол күнделікті қайталанып жатқан өмір ғой, былай айтқанда. Ары қарай жалғасатын өмір. Одан кейін ары қарай шешім өзіңізде. Оны қабыл етесіз бе, солай оны жауып қоясыз ба, немесе ашып сыртқа шығарасыз ба? Бұл жерде жағымды да, жағымсыз эмоция мен сезімдер туралы айтып жатырмын. Міндетті емес, тек негативті түрде деген. Және сол жабу арқылы қандай психосоматикалық ауруларға ие болып жатсыз. Оны да бақылай аласыз. Мен жоғарыда айта кеттім, Луиза Хейдің, Лиз Бурбо, мен ұмытып қалдым ғой. Солардың дүниелері бар, психосоматика бойынша аурулардың. Байқап көріңіз, басыңыз ауырған кезде. Неге өзіңізді кінәлайсыз? Не ауыртады? Өз-өзіңізді бір сәтте ойланып көріңіз. Өз-өзіңізге қандай сәтте өтірік айттыңыз? Сол сәттерде біздің басымыз ауыра бастайды. Бастың ауруының түр-түрі бар, алды, арты, жандары деген сияқты, оған да басты дүниелер бар. Әрине, ол да бір эмоция мен сезімдердің бір бөлігі ғой. Бас ауру арқылы, Мен жоғарыда айтқандай, не ашу ыза үстінде не айтпай қалдыңыз? Ашуыңызды күйеуіңізге, балаңызға, отбасыға әсіресе арналған кезде нені жауып тастадыңыз, нені көрсеткіңіз келмеді? Сол кезде келесі бір 2-3 күннен кейін тамағыңыз ауырып, мұрныңыз пысылдап, құлағыңыз шыңылдай бастады. Ойланып көріңіз. Осы 2-3 күн бұрын мен өз қандай ашу ызамды, кімге не айтпай қалдым? Нені мен өзіме салып қойдым? Деген сұрақты қоймас үшін 2-3 күн бұрынғы дәптеріңізді аша кетсеңіз, күні бойы түсінесіз, қай кезде қай эмоцияңызды, кімге арналған эмоцияларыңызды жауып қойғаныңызды. Анықталады бірден. Сондықтан бұл психосоматикалық аурудың қайдан келгенін бірден түсінесіз. Ашу ыза тағы қай жерде бар? Кімге ренжулісіз? Анаңызға ма? Анаңыз ренжулі болса, осыған дейін 1 апта бұрын жоқ іш пайда болса, жайлап. Онда ойланып көріңіз. Анаңызбен дәл қазір қарым-қатынасыңыз қай кезде, қай жерде? Не істеп анаңызды ренжітіп алдыңыз, немесе неге анаңызға ренжулісіз? Қарым-қатынасыңыз неге осындай бір сәтке келді деген сияқты. Енді бұл мен қысқаша айтып жатқан дүнием, бүкіл мүшемізбен, бүкіл эмоциямызбен, сезімдерімізге байланысты психосоматикалық ауруларды Google-ды терсеңіз болды, өзі психосоматика, Луиза Хейдің таблицасы десеңіз, автоматты түрде алфавит бойынша аурулардың аттары шыға кетеді. Соған қатысты эмоцияларда және аффирмацияларда шығады. Бірақ ол басты емес, бастысы айқындау ғой оның түбін, ол қайдан келген дүние. Бұл ашу ыза кімге, немесе неге байланысты болғаны. Ол да ойландыратын дүние, Және ең басты дүниені айтып кеткен жоқпын. Күніне 1 рет, мысалы бүгін күніне 5 рет орындадыңыз деп айтайық. Дәптерге кешкісін оның барлығын айқындай отыра жаздыңыз. Содан кейін өзіңізге дауыстап немесе іштей күнделікті мына сөздерді айтуға болады. Бұл енді аффирмация деп қабыл аласыздар ма? Жай сөз деп қабыл аласыздар ма? Ол сіздерге байланысты. Бірінші, мен әртүрлі сезімдерді сезінуге құқығым бар. Және оны ашық көрсетуге. Өйткені сол сезімдер, эмоциялар арқылы тірі адам екенімді сезінемін, білемін. Түсініңіздер ғой, қайталап көрерсіздер. Әрі қарай кеттік. Мен өзіме рұқсат беремін. Қалауларымды, сезімдерімді сезінуге.
Өйткені өзім үшін және жақындарым үшін қайырлы. Ең басты мен үшін осы сезімдер мен эмоциялар қауіпсіз. Осы сөздер арқылы күнделікті қайталай отыра арқылы сіз өздеріңізге рұқсат бересіздер сол сезімдерді сезінуге, эмоцияларды сезінуге, айқындауға. 2 апта уақыт, 14 күн. 14 күннің ішінде 1 минуттан күніне 5 минут сонда кетеді, 5 рет орындайтын болсаңыз. Аз ғана. Сол арқылы ең бастысы, әсіресе көп жазады ғой маған депрессия деп. Депрессияның алдын алатын техника десек те болады. Депрессияға түсіп кетпеу үшін әсіресе бұл техниканы болашақ аналар жасаса жақсы болады. Сол кезде бала босанғаннан кейінгі после родовая депрессия деп жатады ғой. Соның болмау қаупі бар. Болмауы мүмкін. Керек емес өйткені. Өйткені сіз сезімдеріңізді білесіз. Өз-өзіңізде жабылып қалмайсыз. Міне, ханымдар, басты дүниемен бөлістім. Менің айтар дүнием осы болды. Пайдалы болды деп ойлаймын сіздерге. Тағы да қайталап айтамын. Қабылдау, қабылдамау, ол сіздердің өздеріңіздің еріктеріңізде, шешімдеріңізде, жауапкершіліктеріңізде. Менің басты ниетім сіздерге білген дүниеммен бөлісу. Әрі қарай шешім өздеріңізде. Міне. Тез сөйледім, көп сөйледім, болдым, аяқтадым. Сонымен сұрақтарыңызға уақыт бөлейін, 5-10 минут осы тақырыпқа байланысты. Кеттік әрі қарай, бастан бастап айналдырып көрейін. Түсінікті ма өзі? Техниканы түсінбей жатсаңыздар, қазір эфирді сақтап қоюға тырысамын, және менің барлық эфирларым YouTube каналымда сақталынған, сол жерден де қайталап көруге де болады. Сәлеметсіз бе, қайырлы түн. Әлі мен басында жүрмін. Нақты сұрақ болды ма өзі? Женский аурулар ол қайдан пайда болады депті, неден пайда болады депті. Ол көбіне ер азаматпен, жолдасыңызбен, жан-жарыңызбен, күйеуіңізбен қарым-қатынасқа байланысты дүние. Көбіне содан пайда болады. Ұнап жатыр дейді, өте қуаныштымын. Жылау. Бұл бағына қойған сұрақтарыма. Біреуге ренжігенді білдіре алмаймын. Тамағыма бірдеңе тіреліп қалады дейді Зүлфия ханым. Осыны айқындау арқылы қағаз бетіне жазуға болады. Және түсінесіз не үшін айтпайтыныңызды. Сізді көріп тұрмын дейді. Не үшін керек екенін айттым. Рахмет, жылулық, әдемі көзқарас сізді тыңдап дейді. Рахмет. Балам ауырып тұр, қызулап дейді. Тісі шығып жатыр дейді. Енді ол тісі шығу процесіндегі ол ауруға жатпайды. Ол табиғи дүние. Деген сіздің сезіміңізге байланысты қаншалықты сіз оған мән бересіз. Қаншалықты сіз психологиялық тұрғыда психикаңыз сол сәтке дайын. Өйткені бала мазасыздығы сізге байланысты ғой. Сәлеметсіз бе, мен бүгін гадалкаға барғанмын дейді. Ойбай, не дейді? Маған ұнамайтын жағымсыз нәрселер айтты, енді басымнан шықпайды дейді. Неге гадалкаға барып жүрсіз? Психологқа бармайсыз, гадалкаға барғанша. Әрине шықпайды. Әр адамға қандай негативті дүние айтсаң, соған дайын болады. Мысалы, мына спорт жүзінде саласында, футболда алайықшы, пенальтида жадыңызда сіз қазір шешуші допты салуыңыз керек. Егер сізге психологиялық тұрғыда сіз оған дайын болмасаңыз, сізге
жанына өтіп кет, мима деген сияқты сөздерді айтатын болса, допты дұрыс істей алмай қал деген сияқты құлағыңызға сондай бір қарсыластан бір дауыс келіп тұрса, сіз соны қабыл алсаңыз ми тұрғысында, дәл солай болады. Дәл сол сияқты, егер сіз соған сенетін болсаңыз, қабыл алсаңыз ми тұрғысында айтқан сөздердің барлығын, сондықтан шығарып тастауға тырысыңыз. Түнде тыныш ұйықтасын деп ойлап отырмын дейді. Ой жаным-ау, түсі шығып жатқан балаға неге ойымдап отырсыз? Сіз оның тыныш ұйқысын емес, өзіңіздің тыныш ұйқыңызды ойлап отырсыз ғой. Гадалкаға баруға болмайды, күнә болады. Әрине, гадалкаға қатысы дүниенің барлығы ол басқа бір құбылыстардың жүр деген сөзі ғой. Самовнушениені қалай кетіреміз дейді. Оның түбін түсіну керек. Қайдан пайда болған внушение? Кімнен пайда болған? Қай жерден? Баламды көріп махаббат жылу сезімін, аналық мейірім артып баламды бауырыма басып ұйықтағым келіп тұр. Керемет. Қандай күшті. Айқындадыңыз. Ондайды да ерке жазыңыздар дейді. Рахмет. Бейнеңіз сондай сабырлы. Қазіргі менің сәтім, қазіргі менің сезімдерім мен эмоцияларым, денемде болып жатқан құбылыстардың барлығы тек сабырлы болуға шақырады. Өзімді жақсы көргім келеді дейді. Өте оңайды, не? Мен шулы ортада даусым шықпай қалады. Неге екенін білмей жүрмін дейді. Ол қорқыныш қой, сол сәтте сөйлеуден. Нақты берер ақпаратыңыздан қорқатын болып тұрсыз ғой. Эмоцияны сыртқа шығару дұрыс емес па дейді. Дұрыс әрине. Бірінші оны айқындау керек қой, не үшін шығару. Кез келген сәтте шығара беру маңызды емес қой. Көбіне шығармай жатамыз ғой, сол ғой. Басты мәселе. Қызғаныштан қалай құтыламыз? Өз-өзіңізге сеніміңізді арттырған кезде ғана құтыласыз. Ой, геморройды білмеймін. Енді бұл геморрой дегенде не? Бұл отыруға байланысты, күшенуге байланысты не ғой? Сондықтан шектен тыс күшену бір процесі болып жатыр ғой. Менде осы психосоматикадан тері ауруы болды дейді. Жасаған еміңіз пайдалы болсын деймін, пайдалы болсын. Луиза Хейдің қай кітабы дейді. Оның кітаптары өте көп, осы психосоматикаға байланысты. Гуглды терсеңізде бірден шығарып береді сізді. Енді іздеп жатсыз ба? Психосоматикада берген керемет дүниелері бар ғой, ми тұрғысында емделетін. Әрбір ауруда, егер ол басталып кетсе, екі жақты емдеу керек. Дәрігерлермен және оны психологиялық тұрғыда, психосоматика арқылы керек дүниелермен. Сондықтан бір жақты миыңызды дұрыстағанымен, ол өршіп шығып тұрған дүниені әрине дәрілерде қажет болады. Сондықтан бір жақты қарауға болмайды. Елдердің ойына қалай мән бермеуге болады дейді. Өз-өзіңіздің құндылығыңызды өз-өзіңізге артқан кезде мән бермейсіз. Рахмет, көп жасаңыз дейді. Әумин. Рахмет, нәзік жақсы адамсыз деп жатыр. Самовнушениеден құтылу жол деп қайда жоғарыда жауап бердім ғой сізге. Түсіну керек оның. Психологпен жұмыс жасап көріңіз, е? Сақтаймын эфирді бұйыртып жатса. 7 чакра дегенді қалай түсіндіресіз? Эзотерика бұл энергиямен жұмыс жасау. Сондықтан 7 чакра деген адамның бойындағы бар бір каналдар деп алуға болады. Шығатын жері бар, кіретін жері бар. Былай айтқанда. Қандай канал аты дейді. Түсінбедім. Қобалжудан қалай арылуға болады дейді. Арылу жолдары ең бірінші өз-өзіңізге сеніміңізді арттыру. Және қай кезде, қай ортада қобалжисыз. Неге маңызды сол жерде сіздің сөйлеуіңіз? Өйткені көбіне бізде сенім бар ғой түп санамызда.
қазіргі берер ақпаратым дұрыс емес, немесе күлкілі, күлуі мүмкін, немесе тыңдамауы мүмкін деген сияқты. Алдын ала біз алға жүгіреміз. Қаншалықты сеніміңізді жоғарылатасыз, содан сол сәттен бастап қобалжуыңыз әрине болмайды деп айта алмаймын. Қобалжу нормальный процесс дейміз ғой, денеміздегі бар процесс, ол барлық сәтте болатын процесс. Ол бір белгісіздік дүниенің алдындағы қобалжу ғой, не болады арты деген сияқты. Сондықтан артын көрмей жатып әрине қобалжимыз. Бірақ оны төмендетуге болады, азайтуға болады, өз-өзіңіздің сеніміңізді жоғарылатқан сәттен бастап. Достың сатқындығын білгенде не істеуге болады? Әрі қарай сатқындығын біле тұра араласуым керек па дейді. Енді біреу сізге араласпа, аралас деген сөзді ешкім айта алмайды. Шешім өзіңізде. Дәл сондай адаммен араласу сіз үшін маңызды ма? Маңызды емес па? Сіз ғана шешесіз. Жауапкершілік ол адаммен араласу, араласпау тек өз мойныңызда. Сіздің құндылықтарыңызға байланысты дүние бұл. Ашуға қалай тез берілмеуге, не істеуге болады? Айқайлап шығамын, сіз сияқты сыпайы болғым келеді. Сыпайы болудың еш қажеті жоқ. Сыпайылықтың өзінің әр орны бар. Эфирде отырғасын, мен өз-өзімді дұрыстауға, қаншама адам көріп отырғандықтан, мен өзімді әрдайым дұрыстауға тырысамын. Бұл рефлекс. Ал бірақ менде ашуға да, ызаға да, айқайға да орын беретін жерлерім бар. Егер менің намысыма тиіп жатса, менің құндылықтарыма сай келмейтін дүниелер жасалып жатса, маған қарама-қайшы әрине менде ашуланамын, ызаланамын, және айқайда шығара аламын. Бұл нормальный процесс деп айтамыз ғой, бұл өмірдегі бар процесс, денеміздегі, ойымыздағы, бойымыздағы. Сондықтан онан айырылудың жолын іздегенше неге ол пайда болады деген жолды табу керек, түбін табу керек. Бүгінгі берген техникаларым арқылы түсіне аласыз. Қай кезде, неге, кімге арналған ашуыза, кімге айқайлайсыз, қай сәтте айқайлайсыз. Әсіресе балаларға айқайлаған кезде, ұрысқан кезде, дауыс шығарған кезде. Бала кінәлі ма, немесе өзіңізді ұрысып жатырсыз ба? Күшіңіз жетпегендіктен, уақытыңыз жетпегендіктен. Оны да анализ жасауға болады осы техника арқылы. Мен қазір кім сөйлесе де ашуым тез шығып кетеді. Себебі бұрыннан бері эмоциямды ішке тығып жүргенмін дейді. Жүргеннен қазір ашуланамын да, ешкімге білдіртпей көп жылап аламын, қаншалықты дұрыс дейді. Енді жылау процесі өте жақсы процесс. Бұл психосоматикаға айналып кетпеу үшін дене тұрғысынан шығарып тастау. Сол қатты бір негативті эмоцияны өте көмектесетін дүние. Ол жыламаған сәтте ішке тығыла береді көбіне. Сондықтан дұрыс емесін айта алмаймын. Қаншалықты дұрыс, қаншалықты дұрыс емес. Қаншалықты сізге ыңғайлы солай. Соны ойланып көріңіз. Білдіртпеу, былай айтқанда. Өмірді сезіне алмаймын. Дым эмоция жоқ, рахат, тана алмаймын, басым келіп тұрғандай боп дейді. Гүлве ханым, осы техниканы орындап көріңіз. Бар, тірі адамсыз ғой. Сезіну үшін маңызды. Қаракөз ханым, мен сіздің жауабыңызға, сұрағыңызға жауап бердім ғой. Ассалаумалейкум, қаласыз? Мен жақын адаммен ұрысып қала берем, неге дейді. Білмеймін неге екенін, оны сіз ғана білесіз. Неге ұрысып қала бересіз? Мүмкін ол адам сізге нақты ұнамайтын шығар. Істер ұнамайтын шығар. Басқа бір адамды сол адам арқылы көретін шығарсыз, проекция деп аталады. Немесе сіздің бойыңызда бар, айна дейміз ғой, өзіңізді көріп тұрғандықтан, өзіңіздің бойыңыздағы бар сезімдерді жапқандықтан, сыртқа шығарғыңыз келмегендіктен сол адамға ашулануыңыз мүмкін. Жанар ханым, менде көп эмоциямды шығара бермейді екенмін. Осы 2 апталық техниканы жасаймын, рахмет сізге дейді. Сәттілік сізге. Сәлеметсіз бе, қалыңыз қалай? Менің осы жақында босанды. Менің баласы шетінеп кетті. Қандай көмек көрсете алам? Ешқандай көмек көрсете алмайсыз, қолдаудан басқа. Өйткені әр адам өз эмоциясымен, сезімдерімен өзі жауапкершілікті алып, өз сезіміне, эмоциясына, оны соңына дейін
Енді бұл жоқтаудың бір түрі ғой, былай айтқанда, иә. Кетті адам, жанына жақын адам. Сондықтан оған да уақыт керек жайлап оны шығаруға. Сондықтан екінші бір адам тек қолдау арқылы ғана. Әрине, қолдау деген сияқты сен осындай бір дүниеге ие болдың деп, оның барлық тірлігін жасап, үйіндегі тамағын істеп басқа да деген сияқты емес. Ол адам тек қана эмоционалды түрде, былай айтқанда, қолдау көрсету. Шын мәнінде ол адамның сіздерге қажет екенін, оның маңызды екенін. Осы жақында ғана естіген едім, қаншалықты психологиялық тұрғыда психикасы дайын сондай эмоцияларды атқаруға. Бірдей срокпен екі ана больницаға түседі. Екеуінің де баласы сондай бір 6-7 айлық кезінде шетінеп кетеді. Енді былай айтқанда выкидыш болады. Сол кезде бір палатада жатқан екі ананың бірі бір күн қайғырады, бір күн жылайды, бір күн толықтай сол бала туралы былай айтқанда барлық эмоцияларын, сезімдерін шығара алады. Бір күннен кейін екінші күні тұрады да орнынан өз-өзіне келіп, сілкініп, ары қарай өмір сүруге өз-өзін қолға алады да, өз сезімдеріне жауапкершілігін алады да, бірден больницадан шығып, ары қарай өмірін сүре бастайды. Ал екінші ана не болып жатыр? Дәл сондай сәтте, сондай оқиғаға тап болған. Ол деген барлық жан-жақтағы адамдардың бәрін кінәлап, дәрігерлерді кінәлап, былай айтқанда, эмоциясын жақсылап шығарып, төзе алмай, былай айтқанда, психологтың көмегі керек болып тұрады. Бұл жерде енді адамның қаншалықты дайын болғанына байланысты, қаншалықты төзімді, қаншалықты өзінің сезімдеріне жауапты. Өйткені өмір бойы өзімізді солай кінәлап өте беруге де мүмкіндігіміз бар ғой. Қалай сабырлы болуға болады? Сабырлық не үшін қажет сізге? Соны түсіну керек бірінші, содан кейін пайда болатын дүние. Ханымдар, эфирді аяқтауға аз қалды. Соңғы сұрақтарға жауап берейін. Біреуді ренжісем, өзімді жаман сезінем. Әрине, кінәлі сезінесіз ғой өзіңізді. Біреуге ренжи алмаймын, тез ұмытам. Неге қалай? Қазір өзімді жаман сезініп отырмын. Кешелі бері дейді. Ренжітсеңіз, кешірім сұраңыз. Біріншіден, мойындаңыз сіз ол адамды ренжіткеніңізді. Ол адам үшін емес, өзіңіз үшін мойындаңыз. Мойындаған сәттен бастап, өз сол ренжіту сәтіне өз-өзіңізге жауапкершілікті аласыз. Бірақ қарама-қайшы жақ, сіз ренжіткен адам мүмкін ренжімеген де шығар сізге. Жай ғана беті болған шығар, былай айтқанда қатты бір намысына тимеген де шығарсыз. Сондықтан өз-өзіңізді кінәлаумен роль жертвы дейміз ғой, өмір сүру оңай бізге. Сондықтан бұл жерде де жауапкершілік тұрғалы әңгіме. Көңілсіз жүрмін неге дейді. Өйткені сізге ыңғайлы болып тұр көңілсіз жүру. Басқалар сіз көңілсіз жүрген кезде сіздің көңіліңізді көтеру үшін бәрін істейтін болып тұр ғой. Мен бір кісіні кешіре алмай жүрмін. Түрлі техникаларды жасадым. Қағазға жазып өртеп жібердім. Бәрі бір миымда ешқашан кешілмеймін деп сайрап тұрады. Не істесем болады дейді. Биосея ханым, білмеймін есіміңізді. Біріншіден, бұл да жауапкершілікке жатады. Солай мен кешіре алмаймын десеңіз, өмір бойы кешіре алмайсыз. Сіз өзіңіздің түп сана тұрғысында мен ол адамды кешірмеймін деген өзіңізге сигнал беріп тұрсыз ғой. Өйткені қаншама техниканы жасадым деп тұрсыз. Жасасам да деген сияқты келтіріп тұрсыз. Сондықтан оның пайдасы неде? Кешірмеудің пайдасы бар ғой. Ол адам сіздің алдыңызда кінәлі сезіну сіз үшін маңызды ма? Немесе оны кешірмеу арқылы мүмкін сол адамнан сондай бір алшақтау, өзіңізден ұзақтау ұстау маңызды шығар. Әр дүниенің өзінің пайдасы бар, өзімізге арналған. Екінші жағы бар деуге де болады. Сондықтан ойланып көріңіз. Кешіру қаншалықты сіз үшін маңызды? Кешірген сәттен бастап не өзгереді өміріңізде? Сол адамға байланысты және не өзгереді?
финанс жағы неден ер адамда түсінбедім. Техника жасадым сізге, біраз толыпсыз, біліміңізде толған нақты көрініп тұр дейді. Енді автомат түрде іш өскесін басқа жақта өседі ғой. Іште екінші дүние пайда болғасын. Сізді сағыныппын дейді. Рахмет, Зүлфия ханым. Мен бір оғдай сізге ашық болғым келеді екен дейді. Осыларды сезіндім қазір. Өте қуаныштым. Мен үшін өте маңызды. Қаракөз ханым, сіз үшін неге қобалжу өте маңызды? Қазір осы хаттардың арасында сіздің қобалжу деген сөзіңізді бір 5-6 рет оқыған шығармын. Жұмыста қобалжысаңыз, мен неге, қайдан, не үшін қобалжып жатқаныңызды білмеймін ғой. Нақты қобалжудан айырылғыңыз келсе, менің консультацияма жазылыңыз. Өйткені бұның түбін білмей, қайдан шығуын білмей, қандай пайдасы бар екен сізге білмей, мен сізге қазір айтқан дүнием сізге ешқандай пайдасына келмейді. ютубта каналдың аты Қазақ қызы Жанар. Маған бәрі қарап қалған кезде қобалжимын. Әрине, ұялу сезімі ғой енді бұл. Өз-өзіңізге сенімділікті, менің посттарым бар, өз-өзіңізге деген махаббат деп аталатын дүниелер, сол арқылы көтеруге болады. Өмір жасамаған дүниеңізді жасап көріңіз. Далаға шығып байқайлаңыз, таныспаған адаммен танысып көріңіз. Істемеген ісіңізді істеп көріңіз, сол кезде өз-өзіңізге деген сеніміңіз пайда бола бастайды. Бұл айтқанда шекарадан өтесіз ғой, өзіңіздің. Әрине, қаншалықты ол сізге маңызды. Мен қорқақпын көп нәрседен. Қандай техника ол дейді. Сәлеметсіз бе, кешіріңіз, өзіңізді таныстырып өтсеңіз дейді Раушан ханым. Енді менің парақшамда болғасын барлығы мені таниды деген ойда отырған едім. Танымасаңыз, Қазақ қызы Жанар ханыммын, психологпын. Гештальт терапиясының қазір студентімін. Жалпы білімім психология, 5 жылдық білімім бар жоғары. Және жасым 33-те, 2 ұлдың анасымын, жолдасым бар. Қазір 3-ші рет ана атануға дайындалып жатырмын. Санаулы айлар қалды. Сондықтан бүгінгі эфирімнің барлығы толықтай менің психологияға арналған. Қош келдіңіз менің парақшама. Казгуде оқыдыңыз ба? Жоқ, мен Агуда оқыдым. Атырау гуманитарлық университетінде. Халел Досмағамбетов атындағы. Мен айқай болған жағдайда аяғым дірілдеп, жүрегімде соғып, өзімді жаман сезінемін дейді. Кішкентай кезіңіз үлкен бір травма алғансыз ғой осы жағынан. Сондықтан соны қайталап жатсыз. Туған әпкемнің баласы шетінеп кетті. Кесір тілігімен алды. Алсын, қазір мен қандай көмек көрсетемін? Мен сізге айтқан сияқтымын осы сұраққа, Кемалиева ханым. Сіз ойымдағаннан еш пайда болмайды. Сізге жеске жазылуға болады ма? Миым ауырып жүріп, басым жасамайды. Өте қиын кезеңдемін. Көмектесе аласыз ба? Ешкімге еш нәрсе айта алмаймын. Қатты жылап алғым келеді. Бәрін айтып дейді. Қымбатбаева ханым, әрине WhatsApp-қа жазыңыз, жеке кеңес беремін. Келімді көре алмайым, қызғаншақтығым басым дейді. Сұрақтарыңызды нақтыласаңыздар, ханымдар, түсінбей жатырмын өз не жазып жатқандарыңызды. Рахмет, Гүлви ханым, ұлыма қатты ұрсып қоямын, өз-өзімді ұстау үшін не қажет? Не үшін ұрсып жатқаныңызды, ұлыңызға емес, өз-өзіңізге ұрсып жатқаныңызды түсініңіз. Сол кезде не үшін сіз өз-өзіңізге ұрсып жатқаныңызды түсінген сәттен бастап, ұлыңызға да ұрысуыңыз тоқтала бастайды. Рахмет, сәлеметсіз бе? Ойбай, мына сұрақтардың бітетін түрі жоқ. Міне 3-ші Зүлфия ханыммен аяқтаймын, ренжімеңіздер. Раушан ханым, күйеуім екеуміз жақсы болып жүрсек, енем айтады екен, баламның басын дуалап алған деп. Қалай түсінерімді білмеймін дейді. Енді ол кісінің ойын өзгерте алмайсыз. Қалай ойласа солай ойлайсың. Бастысы ол факт ба?
Былай айтқанда, сіз дуалап алдыңыз ба, несе не істеп алдыңыз? Мәселе осыда ғой. Сіздің сіз жағыңызға байланысты дүние. Былай айтқанда, сіз не сезінесіз? Шын мәнінде солай ма? Ол сөзді айтқан кезде сіз қандай сезімге бөленесіз? Ол рас па? Ойланып көріңіз, неге соншақты оған реакция бар сізге? Рахмет, Махаббат ханым. Рахмет сізге, Алла разы болсын. Мен үшін орныңыз ерекше. Сізді сабырлық символы ретінде көріп жүрмін соңғы кезде. Рахмет. Рахмет ханымдар. Менің эфирім аяқталуға санаулы секундтар. Менімен бүгін кешке, жұманың кешке болғандарыңыз үшін үлкен рахмет айтамын. Ренжімеңіздер, енді сұрақтарыңызға жауап бере алмаймын. Ертең сенбі күні арнайы сторизде менің эфирім бар. Психологқа сұрақ деген сұрақ анонимді түрде маған келеді. Сол сұрақтарыңызға жауап бере аламын. Сол кезде ашығырақ жазсаңыздар болады. Өйткені кім жазғаны белгісіз, тек менің жауабым болады ол жерде. Ертеңгі сенбі, жексенбі күндеріңіз өте сәтті және мәнді өтсін. Бүгінгі берген техникалым сіздерге пайдалы болады деген бір сенімдемін. Бастысы оны орындау. Еріншектікті бір жаққа қойып, ерік жігеріңізді қолыңызға алған сәттен бастап, әрине өміріңіз өзгере бастайды. Тек шешім, жауапкершілік өз қолыңызда. Менің ниетім бар білгеніммен бөлісу. Сау болыңыздар. Сіздерге деген махаббатпен қазақ қызы Жанар ханымын. Сау болыңыздар.